Орта ғасырлық Сарайшық қаласы тек Атырау өңірі емес, тұтас қазақ елінің тарихи мұрасы. Ұзақ жылдардан бері жүргізіліп келе жатқан археологиялық қазба жұмыстары барысында қыштан, сүйектен, темір мен қоладан жасалған сан түрлі бұйымдардың табылуы, кезінде ол гүлденген қолөнер мен сауда қаласы болғандығын дәлелдейді. Әйтсе де, қазба жұмыстарының қарқыны көңіл көншітпейтінін мойындауымыз керек. Рас, оның объективті себептері де жоқ емес. Біріншіден, археологиялық қазба жұмыстары үлкен төзімділікті, ұқыптылықты қажет ететін, ине мен құдық қазғандай жұмыс. Басты кедергінің бірі, күні кешеге дейін қазба жұмыстары қаланың бұрын орналасқан орнын білмей, болжаммен ғана жүргізілді. Кейде көз алдымыздағын көрмей жатқанда жер асты құпиясының сырын ашу әрине қиын. Міне, осыдан 3 жыл бұрын іздегеніміз табылды. 2017 жылы Атырау қаласындағы тарихи-мәдени ескерткіштерді қорғау орталығының басшысы Мұхаммедқали Кепиев Ресей архивтерінен 1861 жылғы Алексеевтің картасын тапқан болатын. Бұл картаны терең зерттеуден жүргізу нәтижесінде осы күнге дейінгі Сарайшыққа дегенгі көзқарасымыз мүлдем өзгерді. Нақтырақ айтатын болсақ, осы уақытқа дейін Сарайшық қаласының 80% бөлігі су шайып кетті деген дерек жүретін. Қазіргі сол картаның табылып, ол картаны терең зерттеуден өткізгеннен кейін 65% бөлігі әлі сақтаулы екендігі, сақталып қалғандығы туралы айтылды. Осы карта негізінде 19 жылы археологиялық Атырау қаласы, Атырау облысы тарихи өлкетану мұражайымен біргелікте Сарайшық музей қорығы археологиялық зерттеу жұмыстарын жүргізген болатын. Бұл зерттеу жұмыстары нәтижесінде көптеген жаңалықтар табылып отыр. Бұл жаңалықтар алдағы уақытта да өзінің жалғасын табады деген ойдамын. Сонымен біргелікте 19 жылы және бір карта табылып, ол картаның 1141 жылға тиісті. Бұл осы Алексеевтің картасы және соңғы табылған 1741 жылдағы карталар, бұл карталар біздің қолымыздағы қазір ең бір таптырмас деректер болып табылады. Осы деректерді терең зерттей отырып, Сарайшық қаласының сыры ашылмаған тарих қойнауында жатқан көптеген жаңалықтарын алдағы уақытта зерттеп табамыз деген ойдамыз. Осы карта негізінде қаланың орны анықталды. Оның басым бөлігі сақталып қалды деген тұжырым көңілге үміт ұялатады. Ал енді сол карта табылған уақыттан бері қандай жұмыстар атқарылды? Біріншіден, карта бойынша Сарайшық қаласының шекарасы белгіленді және Қасым ханның жерленген орны жобаланды. Жайықтың ескі саласы бойында Қызылжар деп аталатын жерде сауда керуендер өтетін көпір өткелінің орны анықталды. Алғаш рет қала цитаделінің 4 бұрышы белгіленді. Бұл жасалуға тиісті жұмыстардың бастамасы ғана. Түпкі мақсат қаланың сақталып қалған орнын толықтай қалпына келтіріп, тарихи туристік нысанға айналдыру. Осы бір тарихи құндылығымызға шынайы жанашырлықтың жетіспей жатқандығын тағы да қайталап айтқымыз келеді. Бейқамдық басым, соның салдарынан тарихи қаланың белгілі бір бөлігін су шайып кетті. Қолды болған құнды жәдігерлерге баға жетпейді. Осылай жалғаса берсе, тарихи мұрамыздан айырылып қалуымыз да ғажап емес. Ал бұл тарихқа қиянат болған болар еді.